Экологиялық проблемалар біздің Қазақстанымыздың барлық өңірін қамтиды. Ал оны шешетін жасыл технологиялар тек қана үлкен қалаларда ғана емес, өңірлерде де көрініс тауып жатыр. Соның дәлел ретінде біз бүгін Best Practice бағдарламасының арнайы шығарылымы үшін Қарағанды қаласына қонаққа келдік. Қарағанды бізді ескен желімен және биылғы маусымның алғашқы қарымен қарсы алып жатыр. Ендеше сіздерді көп күттірмей Қарағанды қаласындағы жасыл технологияның жарқын көрінісіне жол тартайық. Сіздермен бірге мен Назерке Сайлау және біз бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті достар, біз Қарағанды қаласына арнайылап Технодом Оперейтор акционерлік қоғамның Қарағандыдағы филиалына келдік. Дәл осы қаладағы Технодомның дүкені Қазақстандағы қала берді орталық Азиядағы ең жасыл ғимараттардың бірі болып саналады. Неге олай екенін бүгінгі бағдарламадан білесіздер. Салынғанына 2 жыл болған бұл дүкеннің құрылысы кезінде де экологиялық таза материалдар қолданылған. Мұндай ғимараттың ұқсас үлгісі қысы қатты келетін Канаданың Квебек қаласында салыныпты. Бірақ ол Квебектегі ғимарат өзін толық қамтымайды, өйткені ол мемлекеттік жылу жүйесіне қосылған. Ал бұл дүкен орталық коммуникацияларға тәуелді болмай, өзін-өзі жылумен толық қамтамасыз етіп отыр. Шұғыл континенттік климатта орналасқан бірегей дүкеннің құрылымымен жете танысайық. Орталық Азиядағы ең жасыл ғимарат болып саналатын бұл дүкен кәдімгі біздің күнделікті өмірдегі термос сияқты жұмыс істейді. Ол қалай? Қазір мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп көрейін. Білесіздер ме, қымбатты көрермен, жасыл технологиялар, соның ішінде жылу энергиясын дұрыс пайдалану, ол жылу энергиясын шектен тыс көп бөлу емес, оны сақтау, үнемдеуде жатыр. Және ол міндетті бұл дүкен жақсылап орындап жүр деп айта аламыз. Бұл дүкен осы келушілерден жиналған және көптеген техника бөлетін жылу энергиясын өзінде 95%-ға сақтайды. Осы жылу энергиясын сақтаудың арқасында және оны сыртқа шығармай, оны дұрыстап ғимараттың ішінде бөлудің арқасында бұл ғимарат өзін-өзі жылумен қамтамасыз етіп отыр. Біздің дүкеніміз термоыдыс сияқты жұмыс істейді. Яғни, ғимараттың бойында бар жылуды сыртқа шығармаудан көп жылуды сақтап қаламыз. Ол үшін дүкеніміз салынып жатқан кезден ақ ғимараттың жылу сақтау қасиеттеріне баса мән берілді. Жылу энергиясының тиімділігі осы бар нәрсені сақтауда, үнемдеуде жатыр. Келушілер мен жабдықтардан дүкенге түсетін барлық жылу іште сақталады. Соның арқасында ғимаратты мемлекеттік желілерден ажырату мүмкіндігі жасалды. Сәйкесінше, дүкен жақын маңдағы ғимараттардан жылу тартпайды. Сонымен достар, біз Технодом дүкенінің жүрегіне келдік. Дүкен қызметкерлері бұл жерді солай атайды, өйткені осы бөлмеде, осы кабинеттің ішінде барлық қызық процестің барлығы жүреді. Бұл бізбен сізге қызық процесс болып көрінгенмен, негізі осы ғимаратты жылумен, керек кезінде суықпен, вентиляциямен қамтамасыз етіп отырған осы құрылғылардың барлығы. Мысалы, мына құрылғылар жүйесін дүкен қызметкерлері қандай айдайтын жүрекке теңейді. Бұл бізде жылу жүйесі, бұл жерде мына құрылғылардың барлығы жылудың тең, үздіксіз әрі қажет мөлшерде таралуына жағдай жасайды. Бұл ғимараттың астында 40-тан астам терең ұңғыма бар. Бұл дүкеннің жылу нүктесіне жердің жылуын беруге, сол арқылы оның жылынуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Экологиялық таза дизайнның арқасында бұл жоба стандартты ғимаратқа қарағанда 10 есе аз тұтынады және мемлекеттік жылу желілеріне ауыртпалық түсірмей қызмет ете алады. Сондай-ақ, қолданылатын технологиялар атмосфераға көмірқышқыл газының шығарындыларын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Ал мына жерде бізде ғимаратымыздың миы орналасқан. Бұл автоматика. Айта кететін жайт, осы жүйенің барлығы адамның қатысуынсыз басқарылады. Онлайн компьютермен барлығы автоматтандырылған. Міне мына батырмалардың барлығы әрбір өзінің рөлі бар, сол рөліне жауап береді.
Солайша бұл құрылғы осы ғимараттың миы. Дүкеніміздің ішіндегі жүйесін қарасаңыз, ғимаратқа адамдардан түсетін, сондай-ақ жабдықтан бөлінетін жылу қайтадан жылыту нүктесіне жіберіледі. Онда ол сақталады. Содан кейін бөлмені жылытуға жұмсалады. Ғимарат барлық түсетін жылу энергиясының шамамен 95%-ын сақтайды. Ал мына жерде бізде ерекше технологиямен жасалатын 40-тан аста ұңғымадан жиналған жер астынан алынатын сұйықтық осы жерде сақталып, мына ыдыстарға өтіп, осы жерде температураға, біркелкі температураға келеді. Ал мына жерді ғимараттың өкпесі деп атайды екен. Неге? Өйткені бұл жерде ғимараттың іші ыстық температураға ауысқан кезде оны суытуға арналған құрылғылар және ауаны тазартуға вентиляция жүйесіне арналған құбырлар орналасқан. Біз ғимараттың жүрегі болып саналатын тағы бір техникалық бөлмеге келдік. Бұл жер алдыңғы техникалық бөлмеге қарағанда салқындау, өйткені бұл жерде вентиляция жүйесі орналасқан. Мінекей менің жоғарғы жағында тұрған үлкен вентиляция шахтасы. Бұл жерде мына шахтадан мына жүйемен келіп, мына құрылғылардың жәшіктердің ішінде орналасқан, техникалық жәшіктердің ішінде орналасқан сүзгілерден ауа өтіп, бірнеше ондаған сүзгіден тазарған ауа ғимаратқа беріледі. Яғни залдың ішіне қазір біз өтетін, келушілер келетін, персонал тұратын залға өтеді. Туған күнінде көшет отырғызумен, тау бөктерін жинаумен, көптеген сенбіліктермен айналысатын компания, сонымен қатар трейд-ин және басқа да сауда бағдарламалары арқылы істен шыққан тұрмыстық техниканы дұрыс утилизациялаумен айналысатын, тұрғындардың ескі техникасын пайдаға жаратумен айналысып жүрген компанияның жасыл компания атануына талпынып жүргені көңіл қуантады. Және біздің тілек тек қана осы дүкен ғана емес, еліміздегі барлық бизнес өкілдері осындай тәсілмен жұмыс істесе, экологияға жанашырлықты осылай кәсіби тұрғыда көрсетсе деген ниетіміз бар. Сіздермен бірге болған мен Назерке Сайлау, Best Practice'тың келесі санында жүздескенше.